ешкім білмейді. Бірақ 1815 жылы жердегі ең ірі жаңартау атқылаған. Сол кезде жаңалықтар да, камералар да жоқ еді. Бірақ жерде үлкен дүрбелең болды. Шын мәнінде, екі тектоникалық плита бір-біріне ақырындап соқтасқан. Ауыр плита төмендегі плитаның астына батып, қатты жылу мен қысым пайда болған. Осы қысым тастардағы суды босатып, олардың еру температурасын төмендетіп, магмаға айналдырған. Бұл магма баяу көтеріле берген, бірақ өте қалың болған. Егер ол жұқа болса, газдар шығып кетер еді. Ал газдар сол жерде тұрып, қысымы артып, бір күні бүкіл жаңартау атқылаған. Бұл атқылау 4 айға созылған. Сондықтан ауаға соншама шаң мен күл таралып, 1816 жыл жылусыз жыл деп аталған. Бүгінде біз сол жерде өмір сүріп жатырмыз. Ал қазіргі уақытта бізде әрбір қозғалысты бақылап отыратын спутниктер бар. Үлкен апат жақындаса, оны алдын ала біле аламыз.